Жаңағы өшерде бас прокурор айтты, бұл бір неден алынған сияқты, бір жаңағы жазып берген кезде мүмкін көмекшілеріме айтатынша, ОДКБ-ның 2000 әскері келген кезде дейді, 2000 әскер келген кезде біз соларға өзіміздің объектілерді охрана етуге бердік те, содан кейін антитеррорлық операция бастадық деп мен бірнеше жерден осыны естідім. Сонда Қазақстанда МВД, армия 250 мың, 300 мыңға жуық. Сонда біз 2000 ОДКБ-ның армиясын күтіп отырдық ба келген кезде? Или үлкен, айтады ғой, үлкен ағамыздан или сол кісіден көмекті, или отмашканы ждали. Я имею в виду Москвада отырған. Сол кісінің добросымен сол кезде біз басталдық. Или бұл жерде жаңағы МВД бар, комитет уже вообще айтпаймыз, оборонаны айтайын дегеніміз. Бұлардың басшылары қандай бұйрықты орындауды білмей отырды ма? Біреу мынандай бұйрық береді, біреу мынандай бұйрық береді. Мен мына жерде қазір жаңа Қазақстанның жаңағы өшерде министр, құқық қорғау органының министрі айтты ғой, жаңадан заңдар жасап жатырмыз деп. Мен осы жерде бұл заң баяғыдан бар. Егер сен мынаны білетін болсаң, что это приказ преступный. Егер сондай болып жатса, сен аласында үлкен заңды қарайсың. Бұйрық мынандай болатын болса, заңды қарайсың да, заң бойынша мынандай екен деп сөйтіп жасау керек. Бізде бұндай жағдай мысалы болмаған. Содан кейін барып, жаңағы өшердегі тағы да бір айтайын дегенім, мына қаңтар оқиғасы, бұл газдың қымбаттағаннан басқадан емес. Бұны бәріміз білеміз. Бәріқтер біледі. Неден болған? Регламент. Вот бір-ақ нәрсені бітіре салайыншы. Бәрі біледі. Қаңтар оқиғасын соңғы 2-3 айда қатты дайындалған бәрі біледі. Комитеттің жаңағы сигналдың бәрі келіп атқан. Значит, қай күні, қай сағатта басталатын бәрі білген. Бүгінгі күні, әлі күнге дейін соларға біз по факту терроризм әлі қолданған жоқпыз. Әлі күнге дейін өйірдегі тағы бір орынбасарды тастаған жоқпыз. Міне, қазіргі айтайын деген. Бұл нәрсе әркім өзінің счеттары үшін, шетелдегі үйлерін сақтап қалу үшін басқа указание тыңдаған. Сол кезде біз айтамыз, қаңтар оқиғасы кезінде атуға бұйрық берілді. Сол бұйрық дер кезінде берген. Егер содан жарты күн бұрын болған кезде біздің террористердің бәрі герой болатын еді. Егер тағы да жарты күн кейінірек болған кезде біздің Средняя Азия, как арабский весна полыхал бы. Бүгінгі Донбасстағы болып жатқан антитеррорлық операция 1,5 айдан кейін ол случайно емес. Таджикстанның границасында тұрған 6000 талиптар случайно тұрған жоқ. Бұның бәрі бірақ нәрседен жасалған. Бұл жердегі біздің сатылып кеткен басшыларымыздың. Бұл жерде регламент қойында. Сізге бір 3 минуттай артық бердік. Жақсы.